Алдағы мәжілістің жалпы отырысында 22 заң актілеріне қазір өзгерістер енгізіп жатырмыз. Оның ішінде 5 кодекс бар, 17 заң бар. Ол енді мына экономикалық салалардың бәрін қамтиды. Дәл қазір енді бүгінгі таңда 183 түзету түсті барлық заңдарға байланысты. Қызу талқыланып жатқан мына мұнай газ реттеу, сосын мемлекеттік сатып алу, самұрық қазынаның сатып алуларына байланысты. Бұл жерде негізгі бағыттарын айтатын болсақ, мұнай әзірлеушілер соларға байланысты көп өзгерістер болады. Заң қатаңданады, делдалдар болмайды, тікелей өңдейтін бір-ақ компаниялар жұмыс істейді. Бәсекелестікті дамыту агенттігі соның рөлі күшейеді. Монополияны дұрыстап реттеуіміз керек. Біздер бір жақты бағада өсіріп көп бұзушылықтар болды осы салада. Тағы бір сала тікелей осы заңмен реттелетін. Бұл әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын реттеу. Бұрын енді онымен 3 мемлекеттік орган айналысатын болса, енді тек қана бір мемлекеттік органға сондай құзыреттілік беріледі. Ол мына сауда интеграция министрлігі, мониторинг пен бағаның ауыл шаруашылық министрлігінен осы сауда министрлігіне беріледі. Өңірлерде шекті бағалардың реттеуі, сосын тексеру, сосын базарлардың реттеуінің осы функциялардың барлығы интеграция сауда министрлігіне беріледі. Сондықтан осы негізгі сол кезде көтерілген мәселенің бәрі осы заңдарда қамтылады. Мемлекеттік қызметке жоғарғы оқуын бітіргендер, грантпен бітіргендерді бір жылдың ішінде бірден бос лауазымды вакантты қызметтер бар ғой, ауданның ауылдық деңгейде ала беруге болады. Бір көзден сатып алуды қазір қатаңдатамыз. Ондай мүмкіндіктер бұрын көп болатын болса, соның бәрі қысқарады. Сосын мемлекеттік компаниялар статусы тек қана 100% мемлекеттік үлесі бар компаниялар айналысатын болады.